міне зама киім киіп жүр, міне аудандық зама киім, міне сотқа қатыстырып жүр. Не масқара мынау? Повестка таратып жүр, білдей зама киім қара мынау. Повестка таратып жүр, білдей зама киімді істеп отқаны міне. Үкіметтің адамдары болған. Ара істеп соттап жатыр бізді, міне көзімізше да мынандай сот көрдіңдер ма өмірде? Ара онлайн қарап тұр, соттап жатыр 500 адамды. Бұл елді естімеген жағдай ғой бұл дейді. Түннің құрбанында сағат 9:30-да келіп жаңағы соттың решесін шығарып 400 неше адам осы? 470 адамды келіп 5 минут 10 минутта соттан не қылып жібереді, үкім шығаратындай. Ол не қылған сот мынау? Техникологиялық көлік басқармасы ғимаратының сыртындағы алаңына 2023 жылы 10 желтоқсандағы сағат 06:30-да басталған ереуілі заңсыз деп танылсын деп. Жігіттер, мынау деген соттың шешімі. С утра 11 декабря началась забастовка рабочих компаний Вестойл. Еще 5 декабря нефтяники выдвинули требования и потребовали увеличить заработные платы и улучшить условия труда. Власти не выполнили требований рабочих. Началась забастовка нефтяников Вестойл. Мангыстау поднимается. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз Вестойл ұжымы 5 қазан 2022 жылы ұжым болып заңды 3 талап қойып шыққан болатынбыз. Еңбек ақы төлеудің бірыңғай жүйесінің тарифімен теңестіру, материалдық техникалық базасын жаңарту, Қазмұнайгазға қосу. Осы 3 талапты Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде көрсетілген заңды жолмен шешуге әрекет етудеміз. Алайда біздің талабымызды жергілікті билік шешуге құлықсыз. Сол себепті Астанаға үкімет үйіне барып, еңбек дауымызды шешіп беруін сұрадық. Үкімет үйінен шешім болмағандықтан, мәжіліс депутаттары атынан Алихан Смайловқа хат жолдадық. Жолдаған хатымызға жауап жоқ. Үкімет үйі энергетика министрлігі Қазмұнайгаз өкілдерінің салғырттығынан бүгін 11 желтоқсан жұмысты тоқтатып наразылық көрсетуге мәжбүр болдық. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев біздің шиеленіскен еңбек дауымызды шұғыл түрде шешіп беруіңізді талап етеміз.